Ассалаумағалейкум, Мұнайлы ауданы. Мұнайлы ауданы бойынша бір сұрақтар болып тұр, жауабын ала алмай жүрген сұрақтар. Мына мусордың бағасын өсіріп жіберді былтыр, 24 жылы желтоқсан айында. Соны мына 1 қаңтардан бастап өсті деп айтып жатыр. Енді бағаны өсірген мына Мұнайлы аудандық мәслихат депутаттары қоғамға тыңдау өткізбей-ақ өздері істеді. Енді соның шешімімен әлі таныстырған жоқ, халықты таныстырған жоқ. Соны таныстыруын талап етіп жатыр, сұрап жатыр. Олар енді ата заңның 18 бабының 3 тармағын бұзып тұр. Енді оны тексеретін адам жоқ. Енді өздерімен өздері бәрі бармақ басты көз қысты ғой сірә. Сосын кеше мына қоғамдық кеңес, Мұнайлы аудандық қоғамдық кеңес тарға қатылып, қайта жасақталған кезде, сол жасақтау жұмысшы тобының тізімін сұрадық. Оны да айтпайды. Құпия, бір жатқан құпия. Енді соған тағайындалған бір екі адам фамилиясы шықты, тағайындаған екен. Енді оларда қоғамның қайда екенін білем екен. Қоғамның WhatsApp-тарына кіріп, ауылдық WhatsApp-тар бар ғой, барлық ауылда бар. Соған кіріп, өздерін таныстырмай ма, мен бәленшемін, мен сіздің қоғамға жұмыс жасайын деп, мені тағайындады деп айтпай ма? Өйтіп тығылып қашып жүріп, қоғамдық кеңес болмайды ғой ондай. Өзінің қоғамның қайда екенін білмесе, одан қоғамдық кеңес бола ма? Біздің ауылдың белсенділерін өткізбейді. Жылда барады, өткізбейді. Осындай бармақ басты көз қыстын қою керек қой. Жастарға қандай тәрбие өнеге көрсетіп жатыр. Осының бәрін біз чаттардан көріп отыр ғой, ауылдың мектептің мына оқушылары бар, жоғары класс оқушылары бар. Сосын бізде мына депутаттарда келген бизнесмен мен мектеп директорлары және мекеме басшылары. Сонда былай қарапайым халыққа болуға болмай ма? Түсініксіз. Осыған енді осыны үндеу қылып шығарып президентке жеткіземіз енді. Президент айтып жатыр ғой, халықтың ұсынысына құлақ асыңдар деп жатыр. Бізде бірақ асып отырғанын көріп тұрған жоқ. Сұраққа жауап та бермей тұр ең болмаса. Сол ғой, қиын жағдай осындай.